Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен самса дайындаймыз. Ең алдымен тесто жасаймыз. Ыдысымызға ұн және комнатный температурадағы немесе мұздатылған май жарай береді. Еріген май болса қолмен, мұздатылған май болса теркадан өткізіп, песочка жасап аласыз. Маргаринмен де жасасаңыздар болады. Бөлек ыдысымызға мұздай су құямыз. Су міндетті түрде мұздай болу керек. Үстіне тұз, жұмыртқа және яблочный уксус құйып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне құйып, тесто жасап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, одан еш қорықпаңыздар. Артық ұн салмаймыз. Дайын болған тестаны пакетке салып 40 минут холодильникке қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Тауық еті, пиязды блендерден өткізген жақсы болады. Қара бұрыш, тұз, сұйық май, сливки болмаса сүт қоссаңыздар болады. Тауық еті құрғақ болады, сол үшін сұйық май қосамыз. Тестамызды холодильниктен шығарып, самсаны дайындаймыз. Отыз граммнан бөліп дайындап аламыз. Қамырымызды жайып, бір ас қасық начинка салып, домалақтап түйіп аламыз. Самсаның тігісін астына қаратып қоямыз. Дайын болған самсаға жұмыртқаның сарысын жағып, қызған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бетіне мак сепсеңіздер болады. Өте жұмсақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.